бірде Ақтау қаласында ем жүргізген болады. Сол кезде бір әйел адам емделуге келді. Ол кісі 17 жыл бала көтермеген екен. Полиартрит, артрит болып ауырады екен. Бірақ ол маған бала көтеру үшін емес, артрит емдетемін деп келген. Бір ай емдедім, 2 ай емдедім. 3-ші айында менен хош хабар деп звондап тұр, бала көтердім деп. Алдыңғы бірінші баласы 17 жасқа келген, екінші қызын дүниеге әкелді ол кісі. Енді осындай жағдайлар бізде өте көп. Жаңа пациент жылап звондағанда мен өзім бірге жылап отырмын ғой. Себебі біздің кәсіп осылай. Жаңағы бізге келіп емделушілерменен бірге жылайсың, бірге күлесің. Олар дертіне шипа тауып жатқанда, риза болып кеткенде өзің де солармен бірге қуанып отырасың. Ал кей кездерде дертіне шипа таба алмай қалатын кездерде болады. Ол кезде сол пациентпен бірге қаймығасың, сонымен бірге не істеріңді білмей қалатын кездерінде болады. Бұл біздің кәсіптегі ең бір нәзік жері.